Домовой. Домовойды славян халықтары үйдің иесі дейді. Негізінде ол жын шайтан, бойы шамамен 40-50 сантиметр, кіп-кішкентай, қап-қара жын. Бет әлбеті жүн-жүн, алақ жұбақ, бомбы сияқты. Домовой қараңғы үйде шам басқан подвалдарда, жиналмаған үйлерде мекен етеді. Ол тек түнде шығып адамдарды шошытады және үйдің ішін тасылдатып, ыдыс-аяқтарды шылдырлатып, есіктерді шиқылдатып, білгенін істейді. Кейбір домовойлар адамдардың үстіне шығып қысады. Ұйықтан оянғанда домовой саған тиесілі қарап тұрады. Одан құтылу оп-оңай, даусын шығарып кетесің кетіп қалады. Ол әлсіз ешкімге зияны жоқ жындардың бірі. Кейбірі үйдің иесі кетіп қалған кезде үйді бөгде адамдардан қорғайды. Адамдар домовойларға тысқа тамақ құйып қоректендіреді. Домовойлардың кейбір үйдің иесі көшіп бара жатқанда сонымен кетіп қалады. Ал біраз бөлігі сол ескі үйде қалып қояды және жаңа келген қожайынның мазасын қашырады. Ауылдарда домовойларды жер үйде көптеп кездесіп жатады. Видеоны лайк басып, комментарияға келесі қандай видео салайын жаза кетіңіздер.